Сәлем, менің атым Ақнұр, 2021 түлегімін. Видеоларымда көбінесе ұбт-ға дайындығым туралы айтамын. Егер саған қызық болса, видеоны соңына дейін қара. Өйткені бүгінгі видеода толықтай бір конспектіні қалай жаздым, соны көрсетіп, сендермен бөлісетін боламын. Мен барлық пәндерге оқулықтармен дайындаламын. Тарих пәніне де оқулықпен және де қосымша жұбанышпен дайындаламын. Мен негізінен осыған дейін 6-9 сыныптардың кітабын оқып шықтым. Қазір қайталап жатырмын. Осыған дейін қалай оқыдым, қалай конспекті жаздым, оны менің каналымдағы ең алғашқы видеолардан көре аласыңдар. Сол ең алғашқы видеоларды қарай отырып, дайындығым қалай басталғанын, басында қалай дайындалғанымды біле аласыңдар. Жақсы, онда конспекті жазып бастайық. Бүгін мен ақын жазушылар, яғни белгілі бір тұлғалар туралы жазамын. Себебі сондай тақырыптардан өзім көп шатасамын. Бұрын бұл кітаптарды оқып, конспектісін жазғаннан кейін, өзім көп қателесетін, өзім білмейтін тақырыптардың конспектілерін ғана жазамын. Мен бұл кітапты бұрын оқығандықтан осылай белгіленулі тұр. Қазір осыларды бірінші мен жай қағазға түсіріп алдым, не жазамын деп. Содан кейін барып дәптерге қалай әдемі қылып түсіруге болатындығын ойластырамын. Бұл менің дәл қазір конспект жазатын дәптерім, ал бұл мұның алдындағы дәптерім. Бұл дәптерге мен 9 сыныптан бері жазып келе жатырмын. Қазір сол дәптерді сендерге көрсететін боламын. Мен дәл осылай ұзыннан жазатынмын. Одан кейін арасында ғана сызбалар жазатынмын. Басында жазуым үлкен болды. Дәл қазір бұлай ұзын қылып жазған менің жаттауыма тиімді емес деп ойлаймын. Мен көбінесе көзбен жаттаймын, сондықтан да маған кесте арқылы жаттаған тиімді. Дәл қазір сондай бір конспекті жазуды көрсетемін. Оған дейін осы бір бұрынғы конспектілерімді бір қарап шығайық. Көбінесе конспектілерді осындай ұзын сөздермен жаздым. Бірақ арасында кесте, сызба, карталар сызып тұрдым. Айтқанымда есте сақтауға жақсы көмектеседі. Және де осындай бояулармен белгілеп қоятынмын. Тақырыптарды жазуыма да мән берсеңдер болады. Сол кезде осылай жазу өзіме қатты ұнады. Және байқағандарыңдай конспектілерді 2 бағанға бөліп жаздым. Енді конспекті жазуға қайта оралайық. Мен жазып алған парақтан бөлек кітапхана қарап жазамын, себебі жазып алған парақта көбісі түсініксіз. Қалай жазып жатқанымды жай ғана қарап отырыңдар. Менің ойымша сөзбен түсіндіру қиын секілді.
Міне дәл осылай мен кітаптағы бірнеше беттік тақырыпты бір бетке сыйғыздым және бір жағынан әдемі, түсінікті, өте қысқа етіп жаздым. Себебі көп сөздер болса, оны есте сақтауда қиынға соғады және ең маңыздысын жаздым. Саған видео пайдалы болды деген ойдамын. Өз пікіріңді комментарийға жазуды ұмытпа. Мені қолдап, каналға жазыл. Және осы видеоны достарыңа жібер. Келесі видеода кездескенше, сау бол.